Сәлем қыздар, сіздермен бірге Ақ Сәуле. Бүгінгі видеода осындай аю аппликациясын тоқитын боламыз. Бұл аппликация тоқу әдісі жеңіл. Тоқу білмесеңіздер, менің тоқу сабақтарымды көріңіздер. Ссылканы астыға шығарамын. Тоқу үшін бізге осындай жіптер қажет. Қоңыр түсті, қара және ашық ақ немесе молочный цветтен тоқсаңыздар болады. Ілмек номері 2/5 менде. Осындай кольцо амигуруми жасап, ажайып шеңбер. 3 воздушный петля тоқисыздар. Және де шеңбердің ішіне 12 столбик с накидом тоқимыз. Мінекей мен 12 столбик с накидом тоқып болдым. Ортасындағы жіпті тартып, шеңбердің ортасын жабамыз. Және де бірінші воздушный петлядан кейінгі бірінші столбик с накидомға соединительный столбик жасап, 2 воздушный петля, бірінші петляға 1 столбик с накидом, және де тағы да 1 столбик с накидом тоқимыз. Яғни бір петляға 2 столбик с накидом. Келесі петляға да 2 столбик с накидом тоқисыздар. Осылай қатарының соңына дейін бір петляға 2 столбик с накидомнан тоқып шығасыздар. Барлық петлялар саны 22 болу керек. Менде соңғы петля қалды. Соңғы петляға қазір 2 столбик с накидом тоқимын. Воздушный петлялардың негізі петлясы ғой бұл. Мен оған да 2 столбик с накидом тоқып жібердім. Өйткені қатты дөңгелек тартылып бара жатқаннан кейін солай жасадым. Енді менде 24 столбик с накидом болды бұл қатарда. Енді келесі қатарда қоңыр жіппен осылай тоқып бастап жібереміз. Молочный жіпті қырқып алып тастаймын, ол уже маған керек емес. Қоңыр жіпті жалғадым. Енді әрі қарай тағы 2 воздушный петля жасаймын. Және де бірінші столбикке 1 столбик с накидом тоқимын. Келесі столбикке петляға 2 столбик с накидом тоқимын. Келесі петляға 1 столбик с накидом. Келесі петляға 2 столбик с накидом. Осылай қатардың соңына дейін 1, 2, 1, 2 деп қайталап тоқып шығасыздар өз беттеріңізше. Достар, мен 3-ші қатарды аяқтап қалдым. Әрі қарай мына воздушный петлялардың тұрған петлясына, мына бір петляға 1 столбик с накидом тоқимын. Және де воздушный петлялар, сосын 1 столбик с накидом, содан кейінгі екінші столбик с накидомға соединительный столбик жасап жалғаймын. Мінекей осылай қатарды аяқтаймыз. Артындағы жіптер кедергі келтірмес үшін бірден байлап тастасаңыздар болады. Енді 4-ші қатарымызды бастаймыз. 2 воздушный петля жасап, бірінші петляға 1 столбик с накидом, екінші петляға да 1 столбик с накидом, үшінші петляға 2 столбик с накидом, яғни прибавка жасаймыз. Тағы да 1 столбик с накидом тоқимыз. Келесіне тағы 1 столбик с накидом. Және үшінші петляға прибавка жасаймыз. 2 столбик с накидом. Осылай қатардың соңына дейін 2 столбик с накидом, прибавка, 2 столбик с накидом, прибавка тоқып шығасыздар. Мінекей 4-ші қатардың соңына келдім. Енді бірінші петляға соединительный столбик тоқимын. Және келесі петляға да соединительный столбик тоқып шығам. Осылай барлық петляларға мына бір жерге жеткенге дейін қатты тартпай
соединительный столбиктер тоқып шығасыздар. Енді қазір құлағын тоқимыз. Ол үшін 3 воздушный петля жасап, осы петляға столбик с 2 накидами тоқисыздар. Дәл видеодағы 2 накид жасайсыздар. Және де әрбір 2 петлядан осылай жіпті өткізіп отырасыздар. 3 рет өткізесіздер. Міне 1 рет, 2 рет, 3 рет өткіздім. 2 накид, 3 рет өткіземіз осылай жіпті. Осылайша 5 столбик с 2 накидами тоқимыз. Ары қарай 3 воздушный петля және де осы петляға соединительный столбик жасаймыз. Келесі петляға соединительный столбик, одан кейінгіге де соединительный столбик. Осылай келесі құлағына жеткенше әрбір петляға соединительный столбиктен тоқып шығамыз. Мен 10 соединительный столбик тоқыдым. Арасына тағы да екінші құлағын тоқисыздар. Дәл біріншісін тоқығандай 3 воздушный петля және 5 столбик с 2 накидами. Бір петляға. Үшіншісін тоқып отырмын. Төртінші, міне 5-ші столбик с 2 накидами. Тағы 3 воздушный петля, осы петляға соединительный столбик жасаймыз. Әрі қарай қатардың соңына дейін соединительный столбик тоқып шығасыздар. Міне менде басы осы, 3 жерге дейін тоқимын. Қатарды аяқтадым. Енді тігетін жіпті қалдырам. Шамамен осындай ұзындықта қалдырамыз. Енді мынау алдыңғы петля осы. Алдыңғы бір петля. Міне ортасына бір петля қалдырдым. Осы косичканың астынан өткіземіз видеодағыдай. Және де соңғы тоқыған петлямыз соның ортасынан, косичкасының ортасынан жіпті өткізіп, осылай жалғайсыздар. Енді бетіне вышивкасын жасаймыз. Ол үшін қазір бірінші мен мұрнын тігемін. Қара жіпті инеден өткізіп аласыздар осылай. Міне мына бір шетінен өткізіңіздер. И ортасына жіпті апарасыздар. Үстіңгі жағына жіпті апарым. И ортасына қайтадан жіпті апарып тігем. Осылай көп рет, бірнеше рет екінші шетіне жеткенге дейін тігіп шығасыздар. Барлық ашық жерлерін жауып тігесіздер. Соңына дейін ешқандай бос орын қалмауы тиіс. Барлық жерін тігіп болғаннан кейін үстін тігесіздер. Осылай видеода көріп отырғандай үстінен осылай көктеу сияқты тігіп шығасыздар. Міне мен 2 рет жүргіздім. Енді 3-ші рет тағы тігейін деп жатырмын. 3-ке бөліп тіктім үстін. Осылайша тесіктер қалып қойып жатса, қайтадан тігіп жауып жібересіздер. Вот мен ортасына апарам осылай. И келесі шетінен шығып, тағы да ортасына апарып тігемін. Енді қалып қойған тесіктердің бәрін үстінен өткізіп, осылай тігіп шығамын. Әрі қарай улыбкасын тігеміз. Астынан жіпті шығарып, астыңғы столбикке осылай бір сызық жүргіздім. Және екінші жағынан шығарып, ортасына тағы бір сызық. Енді келесі жағынан шығарып, ортасына тағы бір сызық. Осылай видеодағыдай тігесіздер. Неки сонда осындай болып шығады улыбкасы. Енді көздерін мен осындай қара матаны қырықтым, сопақша қылып, кішкентай көлемде. Оны мен көзді
кәдімгідей қара жіппен, ине жіппен тігіп шығамын. Немесе клеймен клейлеп қойсаңыздар болады. Менде клей жоқ, сондықтан кәдімгі қара ине жіппен просто тігіп шығамын. Мінекей мен 2 аюды тоқып болдым. Енді оны тігеміз. Тікпес бұрын осылай аюды тігетін жеріңізге булавка үйлермен осылай қатап алыңыздар. Қай жерге тігетіндеріңізді білу үшін. Сосын әрі қарай видеода көріп отқандай үлкен көзді инеден жіпті өткізіп, осылай көктеу сияқты әдіспен тігіп шығасыздар. Тіккенде бұны косичканың астындағы жерге тігесіздер. Үстінде өрім болады ғой, соңғы столбикте. Сол өрімнің астынан өткізіп, көктеу әдісіндегідей тігесіздер. Достар, мен аюларды тігіп болдым. Кардиганға мінекей осындай болып шықты. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге көп рахмет. Ұнап жатса лайк басып, сұрақтарыңыз болса комментарийге жазып өтіңіздер. Және де менің басқа да видеоларымды кіріп көріңіздер. Келесі кездескенше сау болыңыздар.